Өзгерістерге дайын болыңыз. Олар сөзсіз келеді. Оларға сіздің реакцияңыз сіздің жетістігіңізді анықтайды. Бүгінгі істер, ертеңгі тарих. Табысқа жету жолында жүру ғана емес, сонымен қатар осы жолдың әрбір қадамын бағалай алатын адам болып қалу маңызды. Иә, қоғам болғасан, бір тұлға туралы елдің не ойы мен пікірі де әртүрлі болады. Сенің де пікірің басқа болуы мүмкін. Талғамға тартыс жоқ. Көңіл өте нәзік, сонымен қатар тастай қатты. Адалдық дегеніміз қандай қиын-қыстау кезең болса да, жақсы көретін адамдарыңыздың жанынан табылу. Ол сізге қанша жамандық жасаса да, қасында болу дегенді білдірмейді. Бар айырмашылығы сонда. Ақылмен ойлап білген сөз, бойына жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Адамның адамшылдығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Сөз сайыста жеңілгенде бір, тілі кесілгенде бір. Әлем әдебиетіндегі әйгілі 100 кітапты емін-еркін бар бояумен төгілтіп түсіретін тіл, қуатты тіл. Қазақ тілі сондай тіл. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі, ол жүректі соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егерде қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпай ма? Тіл әр халықтың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінге жалғасқан ғұмырларының ертеңге апарар мүддесін бейнелеуші, яғни бар тарихтың куәгері, деректі көзі. Тілді жоғалту су қараңғы көзсіз қалғаннан да өткен қасірет. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Тіл жұрттың жаны, тілінен айырылған жұрт, жойылған жұрт. Келінің жаман болса, ұлыңнан көр. Күйеуің жаман болса, қызыңнан көр. Қонақ жаман болса, үй иесі қалдырады. Үй иесі жаман болса, қонақ қыдырады. Ағаның үйі ақжайлау. Қонақ асына емес, қабақ қасына риза. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Еркек сергек ұйықтаса, ырыс бітеді. Әйел сергек ұйықтаса, жұмыс бітеді. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Өз балаңды өскенше бағасың, немереңді өлгенше бағасың. Екі аяқты да бажа тату, 4 аяқты да бота тату. Өз жұртың күңшіл, нағашы жұртың сыншыл, қайын жұртың міншіл келеді.